Excel for Kazakhstan, Grade 5, Students Book, Module 2, page 21, 22, 23, 24. Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен Module 2, Living Things, тірі заттар, жанды заттар бөлімін бастайтын боламыз. Vocabulary, Living, Non-Living Things. Exercise 1. Listen and repeat. What are these words in your language? Бірінші жаттығуда тыңдалымды тыңдап қайталайсыздар. Тыңдалым астындағы суреттерге байланысты және ол сөздер сіздің тіліңізде қалай аталады деген. Duck, it, skateboard, 3. Goldfish, алтын балық, 4. Гитара, 5. Cap, кепка, 6. Gloves, қолғаптар, 7. Snake, жылан, helmet, бас киім, каска деп те аталады. 9. Digital camera, цифрлық камера, watch, сағат, comic book, комедиялық кітап, tortoise, тасбақа, trainers, спортқа арналған, жаттығуға арналған аяқ киім, 14. Flowers, гүлдер, 15. Basketball добы, баскетбол, scarf, шарф. Exercise 2. Look at the pictures. Which are living things, which are non-living things. Екінші жаттығуда қайтадан суретке қарайсыздар, қайсысы тірі заттар, жанды, қайсысы жансыз заттар. Living things: dog, tortoise, snake, goldfish, and flowers. Non-living things: skateboard, guitar, cap, gloves, helmet, digital camera, watch, comic book, trainers, basketball, scarf. Осыларды екі қатарға бөліп жазып шығасыздар. Exercise 3. Listen to Peter and complete the sentences. Үшінші жаттығуда Питердің тыңдалымын тыңдап, сөйлемді толықтыру қажет. He has got a scarf and a helmet. Оның шарфы және хелметі, бас киімі бар. He hasn't got gloves or a basketball. Оның қолғабы жоқ, немесе баскетбол ойнайтын добы жоқ деп тұр. Exercise 4. What have you got? Complete the sentences. Төртінші жаттығуда сенің қандай затың бар? Осы төмендегі суреттерге қарап, өзіңізде бар затты жазасыз, сөйлемді толықтыру қажет. Мысалы, I have got a dog. I have got a cap. I have got a digital camera. Сосын, менде жоқ заттарды жазасыздар. I haven't got a guitar. Менің гитарам жоқ. I haven't got a goldfish. Менің алтын балығым жоқ. Немесе I haven't got a comic book. Осылай, әркім өзінде бар затты және жоқ затты жазып шығасыздар. Project Exercise 5. Find images of living, non-living things. Prepare a poster. Жанды тірі заттар және жансыз заттарға постер жасайсыздар, суреттерін тапсаңыздар болады, соны классыңызға көрсетесіздер. Мысал ретінде осындай суреттер көрсетілген, осы сияқты жасасаңыздар болады. Reading 2A Exercise 1. Who is the man in the picture? Бірінші жаттығуда астындағы суреттегі адам кім? How are the names below related to him? Төмендегі есімдердің оған қандай қатысы бар? Tony Stark is an engineer and Iron Man. Pepper Potts is Tony's loyal secretary. Pepper Potts Тонидің адал хатшысы. Stark Industries is Tony's father's business. Stark индустриясы Тонидің әкесінің бизнесі. Ironmonger is Iron Man's enemy. Read and listen to find out. Астындағы мәтіннен оқып, өздеріңіз тыңдалымды тыңдап, табасыздар сол сөйлемдерді. Exercise 2. Read the text again and answer the questions. Мәтінді оқисыздар және сұрақтарға жауап бересіздер. First, what is Tony's job? Тонидің жұмысы қандай? Tony is an engineer. Where is his job? Оның жұмысы қайда? His job is in his father's company. 3.
Who is Pepper Potts? Pepper Potts is his secretary. 4. What has Tony got? Tony has got a special metal suit. 5. What can Iron Man do? Iron Man can fly and protect the world from enemy. 6. Who is his enemy? Оның жауы кім? His enemy is Ironmonger. Exercise 3. Write 2 things you remember from the text. Мәтінден есіңізде қалған 2 нәрсені жазуыңыз қажет. Әркім өз қалауы бойынша. Мысалы, Iron Man is hero. Темір адам герой. Ironmonger is his enemy. Ironmonger, темірмонгер, оның жауы. Немесе басқа да сөйлемдерді жазсаңыздар болады. Adjectives, сын есімдер. Exercise 4. Listen and repeat. What are these words in your language? 4-ші жаттығуда тыңдалымды тыңдап қайталайсыздар және осы сөздер сіздің тіліңізде қалай аталады. Young, old, жас, кәрі. Long, short, ұзын, қысқа. Tall, short, бұл да ұзын, қысқа. Ұзын, tall деген биіктігі бойынша. Big, үлкен. Small, кішкентай. Thin, арық, адамға байланысты аталса арық. Plump, толық. Fat, семіз. Vocabulary 2A. Parts of the body. Дене мүшелері. Exercise 5. Listen and repeat. What are these words in your language? 5-ші жаттығуда тыңдалымды тыңдап қайталайсыздар. Сіздің тіліңізде бұлар қалай аталады, соны айтасыз. Head, бас. Nose, мұрын. Eye, көз. Hair, шаш. Arm, қол. Ear, құлақ. Hand, қол. Face, бет. Teeth, тістер. Mouth, ауыз. Lips, ерін. Mustache, мұрт. Bird, сақал. Knee, тізе. Leg, аяқ. Ankle, тобық. Foot, аяқ. Exercise 6. Which character does each sentence A to E match? Қай кейіпкер қайсы сөйлемге сәйкес келеді, соны сәйкестендіру қажет. Бұл жерде мультфильм кейіпкерлері берілген. First, he is big and fat with green skin. Ол үлкен және семіз, жасыл, денесі жасыл түсті деп тұр. Ол Шрек. B. She is short. Ол қысқа, әйел адам. Plump with long red hair. Және толық, қызыл, ұзын шашы бар деп тұр. Ол Princess Fiona. C. She is tall and thin with very long fair hair. It is Rapunzel. 4. He is old and thin, quite bald with a mustache and a long white beard. He is Merlin. 5. He is young, tall and thin with short fair hair. Prince Charming. Exercise 7. Listen to John describing his favorite Shrek characters. Which 2 characters is he talking about? 7-ші жаттығуда Джонның Шрек мультфильміндегі өзіне ұнайтын кейіпкерді сипаттайды және оның қай 2 кейіпкер екенін табуларыңыз қажет. Тыңдалымды өздеріңіз тыңдайсыздар. John is talking about Merlin and Princess Fiona. Exercise 8. Present Shrek 3 characters to the class. Шрек 3 кейіпкерлерін классыңызға көрсетесіздер. Merlin is old and thin with a mustache and a long white beard. Shrek is a big and fat with green skin. Next one, Princess Fiona is short and plump with long red hair. Rapunzel is tall and thin with very long fair hair. Prince Charming is young, tall and thin with short fair hair. Осылай кейіпкерлерді жазып шығасыздар.
Writing exercise 9. Write about your favorite cartoon character. Find a picture to decorate your paragraph. 9-шы жаттығуда өзіңіз ұнатқан мультфильм кейіпкерін жазасыз және де суреттермен безендірсеңіздер болады. Оның аты қандай ерекшеліктері бар, соларды жазасыздар. Мысалы, Cinderella. Cinderella is from cartoon Cinderella. Tell the story of a beautiful and poor girl. She lives with her evil stepmother and 2 sisters. Cinderella is very pretty with blonde long hair and blue eyes. Осылай басқа да кейіпкерлерді өздеріңіз қалағанша сипаттап шықсаңыздар болады. Exercise 10. In groups, create your own cartoon character. What does he or she look like? Топпен бірге өзіңіздің мультфильм кейіпкерін ойлап табасыздар және ол қызға немесе ұлға ол қандай кімге ұқсайды, соны жазуларыңыз қажет. Мысалы, This is my superhero. Бұл менің супер батырым. He looks like a Batman. Ол Бэтменға ұқсайды. He's young, жас, tall, ұзын, and thin with a short brown hair and blue eyes. Thin деп отырғанымыз ол жерде арық және қысқа қоңыр түсті шашты және көзі көк. Also, he has a iron, purple and blue suit. Тағы да оның темір күлгін және көк түсті костюмы бар. Деп әртүрлі ғып жасауға болады. Use of English to be, have got. Exercise 1. Read the table. Ережені оқып, таблицаны жаттап алсаңыздар да болады. Affirmative, negative, interrogative and short answers. Мысал келтірейік. I have got short hair. Менің қысқа шашым бар. Менің шашым қысқа. I haven't got long hair. Менің ұзын шашым жоқ. 3-ші таблицаға қараймыз. Have I got blue eyes? Менің көзім көк пе? Сол кезде Yes, I have. Я, менде көк түсті деген сияқты қысқа жауап бересіздер. Немесе көк емес болса No, I haven't деп жауап бересіздер. Түсінікті ғой, иә? Exercise 2. Fill in have, has, haven't, hasn't got. Осы have, has, haven't, hasn't got'ты қолданып, сөйлемді толықтырып жазу қажет. First, Queen Amidala and Princess Leia have got long brown hair. They haven't got blue eyes. Second, Luke hasn't got a beard. He has got fair hair. 3. Jar Jar Binks has got a big mouth. Оның үлкен аузы бар. He has got long ears. 2. Және де ұзын құлақтары да бар. 4. Yoda has got big ears. Үлкен ұзын құлақтары бар Yodaның. He hasn't got a big nose. Бірақ үлкен ұзын мұрны жоқ деп тұр. Exercise 3. Use these phrases to make true sentences about the characters in exercise 2. Астындағы сөздерді қолданып, екінші жаттығуда кейіпкерлер туралы сөйлемдер құрайсыздар. Мысалы, Yoda has got a small body and he has got a small nose. Yodaның денесі кішкентай және оның кішкентай мұрны бар. He hasn't got small eyes. The next one. Queen Amidala has got long hair and she has got big eyes. Luke Skywalker has got big eyes and he has got short hair and thin lips. Princess Leia has got long hair and full lips. Осылай жазып шықсаңыздар болады. Talking about possessions. Exercise 4. Complete the gaps and answer the questions. 4-ші жаттығуда сөйлемдерді толықтыру қажет, сұрақтарға жауап беру қажет. Бірінші мысал берілген. Has Dana got a helmet? No, she hasn't. Second,
Has Ulan got a skateboard? Yes, he has. 3. Has Donna got a dog? Yes, she has. 4. Have Donna and Ulan got a goldfish? Yes, they have. 5. Have Donna and Ulan got scarves? No, they haven't. Осылай жауап бересіздер. Exercise 5. Look at exercise 4. Ask and answer questions to find out what your partner has. Төртінші жаттығуға қарайсыздар және соған ұқсастырып сұрақ-жауап құрастырасыздар өзіңіздің серігіңізбен бірге. Have you got a bicycle? Yes, I have. Немесе No, I haven't. Тағы да мысал келтірейік. Have you got a dog? Yes, I have. Have you got a guitar? No, I haven't. Have you got a skateboard? Yes, I have. Осы сияқты диалог құрастырып жазсаңыздар болады. Сабақ сіздерге пайдалы түсінікті болған болса, каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.